Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта кейбір дауысты және дауыссыз дыбыстардың жазылуы туралы сөз қозғайтын боламыз. Жай ма, әлде жай ме? Шай ма, әлде шай ме? Киімі ме, әлде киімі ме? Ауылы ма, әлде ауылы ма? Дауысы ма, әлде дауысы ма? Халық арасында осы актив сөздерді түрліше жазып жүргенін үнемі байқаймыз. Бұдан былай қатесіз жазу үшін келесі ережеге назар аударыңыз. Сөз басындағы ж, ш дыбыстары мен и дыбысының ортасында келген жуан дауысты а дыбысы көбінесе ә болып айтылады, бірақ а әріпі жазылады. Жай деп айтылады, бірақ жай болып жазылады. Сол секілді шай, шайхана деп айтылады, бірақ шай, шайхана болып жазылады. Мән жай тіркесі де мән жай болып айтылады, мән жай болып жазылады. Сөздің алғашқы буынындағы жіңішке дауысының әуенімен келесі буында жіңішке айтылатын немесе естілетін ә дыбысының орнына негізінен а әріпі жазылады. Жазылуы тәкаппар, айтылуы тәкаппар. Жазылуы ләззат, айтылуы ләззат. Жазылуы рәсуа, айтылуы рәсуа. Жазылуы шәмила, айтылуы шәмила. Жазылуы камила, айтылуы камила. Соңғы буындарында ы дыбыстары бар сөздерді тәуелдегенде көбінесе соңғы буындарындағы әріптері сақталып жазылады. Мысалы, киімі, киімі емес. Бауыры, бауыры емес. Бақыты, бақты емес. Бұйымы, бұйымы емес. Дәуірі, дәуірі емес. Иісі, иісі емес. Ауылы, ауылы емес. Ескерту. Соңғы буынындағы қысаң дыбыстары үнді дыбыс пен қатаң дыбыстың ортасында келген сөздерді тәуелдегенде қысаң дыбыстары түсіріліп жазылады. Мысалы, бөркі, бөркі емес. Көркі, көркі емес. Мойны, мойыны емес. Мұрны, мұрыны емес. Халқы, халықы емес. Еркі, ерекі емес. Әріпі, әріпі емес. Дауысы, дауысы емес. Е дыбыстарына біткен етістіктерге көсемшенің и жұрнағы жалғанғанда и әріптерінің орнына жалғыз и әріпі жазылады. Мысалы, біздің ауыл жылдан жылға байи бермек. Байи, байимын, байисың, байиды. Сен оған киі берме. Киі, киімін, киісің, киді, кийтін. Сүт тез ұйыйды. Бұл сиыр тез иіді. Бұл дұрыс нұсқалары. Назарларыңызға рахмет.